Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, қадірлі оқушылар. 13-ші сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз әріптердің арасын созу, яғни сөз жазу кезінде келесі сөзге әріпті қалай қосамыз, соны үйренетін боламыз. Бізде әріптер келесі әріпке созылғанда үш түрлі болып бөлінеді екен. Тұрған қалпында тура солай созыла беретін әріптер, үзіп барып созылатын әріптер және екі түрлі тәсілмен созылатын әріптер бар екен. Олай болса, алфавиттің, әліпбидің барлық әріптерін созып жазып шығайық. А әрпі тура қалай жазылады, солай келесі әріпке дейін созыла береді. Жақындатып көрсетейін. Ә әрпі дәл солай өзі қалай жазылса, келесі әріпке созыла береді. Б әрпін жазғанда өзін жазып аламыз. Астыңғы жағынан таяқша ретінде, егер Л, М әріптері болса, қысқаша етіп өстіп шығарамыз таяқшаны. Ал егер де А, О сияқты әріптерге қосылатын болса, онда жоғарыға қарай көтереміз. Келесі әріп бізде В. В әрпі де дәл солай астынан Б сияқты үзіліп көтеріледі. Г әрпі тұрған қалпында созыла береді. Ғ әрпі де дәл солай. Д әрпі келесі әріпке солай созыла береді. Е. Егер де енің алдында да әріптер бар болса, құйыршығын мына жақтан келеді. Ю әрпі де Ж. З. И. Дәл тұрған қалпында созыла береді екен. Қысқа И. К. Құйыршығынан созылады. Л. М. Н. Яғни астынан келетін әріптерді таңдайсыз қосқан кезде жоғары көтересіз бе, төменірек қалама, ол біздің келесі әрпімізге байланысты. Мысал үшін Л-дан кейін алма болса, мұнан біз бүйтіп жоғары көтеріп қоспаймыз ғой. Астынан қысқа қайырып, келесі М-ны бірге қосып аламыз.
ын әрпі де құйыршығынан созылады. Енді О әрпі бізде ерекше. О әрпін жоғарғы әріптермен қосатын болсақ, онда біз жоғарыдан былай қосамыз. Егерде Л, М әріптермен астыңғы жақтан қосылатын болса, О әрпін астынан былай сызықшамен қосылады. Ö әрпі де солай. Ö әрпінде бүйтіп сызықшадан кейін жоғары бірге алып кетуге болады. Егерде астынан қосылатын әріп келіп қалса, онда астынан таяқша шығарамыз. П әрпі тұрған қалпында созыла береді. Дәл осы ретпен барлық әріптер созуға келеді екен. Түсінікті деп ойлаймын.